Адамзат тарихы адамның саналуан металл түрлерін игеру тарихы десек те болады. Біз металлдарды олардың химиялық белсенділігі негізінде ашып пайдаланудамыз. Сондықтан оларды салыстыру үшін белсенділік қатары қолданылады. Металл белсендірек болған сайын, оның басқа элементтермен қосылыс түзу қабілеті артып, тұрақты қосылыстар түзеді. Бұл белсенді металлдарды алу мен тазалауды қиындатады. Белсенділік қатарының соңында тұрған алтын мен күмістің реакцияға түсу қабілеті төмен, сондықтан олар таза күйінде кездеседі. Сол себепті бұл металлдар біздің заманымызға дейінгі уақытта табылып, қолданыла бастады. Белсенділік қатарында мыс күмістен бұрын орналасқан. Мыс кен орындарында табиғи жолмен алынады. Кеннің 10% мыс болып келеді және ол көмірмен қыздыру арқылы оңай алынады. Алғаш рет мыс кен орны маңындағы орман өртенгенде кездейсоқ ашылды деген жорамал бар. Ертедегі қышпен жұмыс істеген шеберлер табиғи мыс минералы болып табылатын жасыл малахитті отпен қыздырып ақ таза сұйық мыс алатын болған. Мыстың арқасында тарихи бетбұрыс жасалды. Тас дәуірі аяқталып, мыс дәуірі басталды. Кейін мыспен реакцияға түсу қабілеті төмен қалайы байқаусызда қосылып кетіп, қола дәуірі басталды. Бұдан кейін темір кенін жоғары температурада қыздыру арқылы темір алуға болатыны анықталды. Осылайша темір дәуірі басталды. Белсенділік қатарының басында тұрған металлдар бертінде ғана алынып, қолданыла бастады. Белсенділік қатарының жоғары жағында тұрған алюминий және өзге металлдар кенді көмірмен қыздыру арқылы алынбайды. Ол үшін электролиз қолданылуы керек. Яғни металл кеннен электр қуаты арқылы ажыратылып алынады. Көріп отырғанымыздай металлдардың белсенділік қатары адамзат тарихымен тығыз байланысты. Біздің өмірімізді өзгерткен ертедегі алтыннан бастап қазіргі металлдар дейтініміз содан.